Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Сіздермен бірге мен Айнаш Лекеновна, сіздерді кезекті қазақ тілі сабағына шақырамын. Бүгінгі сабағымызды бір тілекпен бастайық. Балалар, мен сіздерге қанаттарыңыз талмасын, биіктерге шырқаңдар деп тілек білдіргім келеді. Балалар, үй жануарының қай түрі? Кисе киім, мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын болады деп ойлайсыздар. Дұрыс, бұл жылқы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылқы ер қанаты. Бүгінгі сабақта жылқы туралы ақпарат бересіздер. Жылқы малын сипаттайсыздар. Қасиеті жайлы мәліметтер бересіздер. Төртінші тапсырма, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазақ халқы жылқыны киелі жануар деп есептейді. Жылқы кисе киім, мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын болатын киелі түліктердің бірі. Жылқының жасы мен денсаулық жағдайын атбегілер тісіне қарап ажыратады. Ата-бабаларымыздан қалған жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл соған байланысты туындаған болар. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Біздің аңыз ертегілерімізде, батырлық жырларымызда есі қысылғанда ақылды, күшті тұлпарлар көмекке бірінші болып келетіні туралы көп айтылады. Мысалы, Қобыландының тай бұрылы, Алпамыстың бай шұбары, Ертөстіктің шал құйрығы, Қамбардың қара қасқасы елермен бірге жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Басқа жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді. Бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аймағы 360 градус. Яғни, жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көре алады. Сондай-ақ, жылқының көзі түн ішінде өте жақсы көреді. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын түрлі жарыстар мен ойындар бар. Жылқының жүйрігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты сайыс түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Ал көкпар, аударыспақ, ат үстіндегі тартыс, жамбы ату, қыз қуу, теңге ілу сияқты ойындар жылқының да, оған мінген жігіттің де мықтылығын анықтаған. Міне балалар, енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Жылқыны қазақ халқы қалай дәріптеген? Жылқының қандай пайдасы бар? Жылқы қандай түстерді ажырата алмайды? Қазақ халқында жылқының қатысуымен өтетін қандай ойындар бар? Келесі тапсырма. Дұрыс, бұрыс. Қазақ халқы жылқыны киелі жануар деп есептеген. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Жылқының жасы мен денсаулық жағдайын атбегілер тұяғына қарап ажыратады. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Басқа жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көре алмайды. Жылқының көзі түнде көрмейді. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын түрлі жарыстар мен ойындар бар. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс
10-шы тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтар дайындау керек. Басқа жануарға қарағанда жылқы айналасын түрлі реңкте көреді. Бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус. Яғни жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көре алады. Сондай-ақ жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді. Міне балалар, осы шағын мәтін бойынша сұрақ дайындаңыздар. Балалар, енді жылқының түстері туралы айтайық. Жылқының қандай түстері болады екен, білесіздер ме? Мысалы, мына жылқының түсін ақ сары, айран сары, ақ боз деп айтады екен. Буырыл, боз шұбар деп атайды. Келесі жылқы жирен ала немесе жібек жал деп айтады. Мына жылқының түсі мақпал қара. Келесі жылқы сары сұр немесе сұр ала деп айтады. Міне балалар, бұл жылқылардың түстері. Балалар, сабақтың соңына да жетіп қалдық. Сіздерге келесі тапсырма жылқы деген сөзге ассоциограмма құрыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бір сөзбен аяқтайық. Бүгін мен сабақтың басында біраз алаңдадым. Сіздер сабаққа толық қатысасыздар ма деп. Енді менде сенімдік пайда болды. Сіздер мені қарап тыңдап отырсыздар деп ойлаймын. Сабақтан кейін сіздердің жауаптарыңызды көріп, мен өте қуанамын. Үйге тапсырма, онлайн мектеп платформасының тапсырмаларын орындайсыздар. Және жылқы туралы қызықты қосымша ақпарат жазасыздар. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.